Шаршыкөл. Райл жол бойы доптың пішіні туралы қатты ойланып келе жатты. Ақыры шыдай алмай ішіндегі ойымен бөліседі. Осы доп неге төртбұрышты? Басқаша жасаса болмай ма? деді. Яғни ыңғайлырақ болу үшін. Рауза Райлға бір қарап, бұл ата-бабаларымыздан келе жатқан нәрсе ғой, куб түрінде деді. Меніңше бұрыштары көбірек болса жақсы болушы еді. Райл топтан көзін алмай. Сонда қаншалықты көп болу керек бұрыштары, деді Элия араласып. Көп, өте көп. Шексіз бе? Онда домалақ болып кетеді ғой. Міне, келдік көлге, деді Рауза әңгімені бөліп. Бұл көл Шаршыкөл деп аталады. Шынында да алдарында ауданы шаршыдай қол жайқалып тұрды. Үстінен қарағанда жерге құлап қалған айна секілді көрінді. Айнала тым-тырыс, Шаршыкөлі шыныдай қатып қалған. Рауза жүгіріп келіп жалпылдатып судың үстімен жүгіре кетті. Келіңдер, қорықпаңдар, деп айқай салды Аргуан қыз. Элия Райлдың қолынан ұстап, жүр кеттік, деді. Екеуі жүгіріп барып судың үстіне шыға кетті. Элия қайта-қайта аяғының астына қарап қояды. Жүзіп жүрген балықтар көрінді, ол да ғажап қой. Екеуі шолп-шолп еткізіп біраз жүгірді. Артынан олар төрт бұрышты көлде төрт бұрышты доппен волейбол ойнады. Құлағанда ыңғайлы екен. Шолп етіп суға жұмсақ түсесің. Кейін әбден үйренген балықтар судың астынан оларды қытықтай бастады. Олар болса балықтардан қашып қуыспақ ойнап кетті. Міне балықтар адамнан қорықпайды ғой, деп Элия біреуін ұстауға тырысты. Бірақ балық қаша жөнелді. Рауза Элияның қасына келіп, бұл тәтті су балығы, деді. Оны кішкене жұбатып, мұндай балықтар осы көлде ғана бар. Райл бірден алақанына су алып судың дәмін татып көрді. Шынында тәтті су екен, деді Райл ернін жылап. Тұземдіктер келсе ащы су болып кететін шығар. Сол үшін оларды жолатпау керек, деді Аргуан қыз екеуіне кезек-кезек қарап. Раузаның көзі үмітке толы еді. Бағанағы Аргуа тәжірибесі оған көп нәрсе көрсеткен болар. Екі батыр қайтадан ұялып көздерін көкжиекке қаратты. Үйге қайтайық па? Әке шешем балық аулаудан оралған шығар, деді Рауза. Қайтайық, деді Райл қосылып. Үшеуі қамалға қарай бет алды. Кешке қарай олар қамалға да жетіп қалады. Балалар кешкі ас ішіп отыр. Нуас та сол кеште әдеттегідей әңгімесін бастады. Сендер ертегі елінде сенесіңдер ме? Білмеймін, деп жауап берді Райл. Әжем ұйықтар алдында айтып беретін, деді Элия жымиып. Ал мен сенемін, депті күтпеген жерден қария. Сіз деп жатырсыз ба? Деді Райл. Бары білетінім сол, ол құс жол елінде, деп Нуас та жайбарақат әңгімесін бастады. Жер домалақ екен, деп күліп жіберді қарт. Аспаннан су жаңбырлы жауады екен. Үйлерін кірпішпен тастан жасайды екен. Бұл не деген керемет, тағы сол сияқты ғажайыптар бар екен. Ғажап ел деп осыны айт. Бізде заттар көбінесе тәтті нәрселерден жасалған. Шоколад үй, ағаштардан өзі халуа немесе жент, бал гүлі, шырын өзені дегендей, деп маужырап үн қатты Рауза. Ең ғажабы мынау, ол жақта бір ағаш алма береді екен, ал бір ағаш жүзім береді. Ал басқа бір ағаш өрік тағы да сол сияқты. Бәрі бір топырақтан шығады екен, деп жан жүрегімен түсіндірді Нуас. Бұл деген керемет қой, деп өзін ұстай алмады Рауза. Райл мен Элия бір-біріне қарап қояды. Раузаның аузы ашылып, бір топырақтан ба? Бұл дегенің нағыз ойға келмейтін нәрсе ғой, деді таңырқаған күйде. Керемет нәрсе. Бірақ әркім оны түсіне бермейді. Ал қайырлы түн балақайлар, деп Нуас өз бөлмесіне кетті. Екі кішкентай батыр тез арада ұйықтап қалды. Түстерін әлеміне сүңгіп кетеді. Екеуі бірдей түс көрді. Сол өздерінің құс жолы әлеміндегі саяхат жасап жүрді. Домалақ жерді домалақ алма жеп, жасыл жоталарда екеуі домалап жүрді. Не деген керемет түс еді. Жер домалақ, күн де домалақ, киіз үй де домалақ, тіпті доп та домалақ. Екі қонақ сол күні ерте тұрып алып, күні бойы таңғажайып түсті тағып алып, түстің әсерінен шыға алмады. Ас уақыты.
дастарханда киік етінен жасалған тағамдардың түр-түрі жеткізілген. Раузаның ата-аналары көп киік ұстап әкеліпті. Екі қонақ Раузаның шежесіне сол дастархан басында бір-ақ көрді. Олар қысқаша танысып тамақтануға кіріседі. Нуа ата бірінші болып бастайды. Пісірілген киік еті тәтті суыз еді екен. Дәмі тәтті. Раузаның әкесі сөз бастады. Күн өткен сайын тәтті өзен гүлдерінің саны азайып барады. Тәтті су табу қиын болмай жара жатыр. Тұз емдіктері ақырындап суларды тұздап жатыр. Жақын арада ащы киік етін жейтін болатын шығармыз. Жағдай қиын болып бара жатыр. Нуа ата маңғаздана қарады да. Ащы жоспарлар іске аспайды деп ойлаймын. Сиқырлы шоколад дәндері оларда болғанымен, әлі де оларды жеуге болады. Деп екі қонаққа көз қырын салып қойды. Әкесі қайтадан: «Я, жақында үлкен шайқас болады екен. Ұлы тұман сайында жоғалған барлық күшін жинап жатыр екен. Мен де сол жаққа аттанамын» деп дауыстады. «Ал тамақ алыңдар» деп Нуа ұстаз сөзді басқа жаққа бұрып. Бәрі еттен дәм татып көреді. Шын мәнінде тәтті екен. Кенеттен Рауза қарап: кешке менің сыныптастарым қонаққа келеді. Керемет кеш болады» деді. Сол кезде Элия: «Арқуа мектебінде достарың ба?» деген елең ете қалды. «Иә, олардың әрқайсысының ерекше қасиеті бар. Бәлкім керек емес еді. Ыңғайсыз болмайды ма?» деді Элия мұңайған түрде. «Неге, күшті болады. Тіпті менен де мықты арқуандар келеді» деді Рауза. Элия киіміне бір қарады да: «Туф, кешке киетін көйлегім үйде қалып қойған» деді өкініш. «Ең болмаса шаш үлгісін жасайын». «Я, суға қант араластырып жасауға болады» деді Рауза шынайы түрмен. «Менде таудың басында өсетін қызыл шоколад бар. Еріңе жағып алсаң болады. Әрі шоколад дәмін сезіп тұрасың». Жоға, қажеті жоқ». Элия ыңғайсызданып. Райл мысқылдап: «Қажеті жоқ. Нанамызды біліп қойса қиын болады» деді. «Аружан әпкесі туралы айтпай-ақ қояйын. Ал ас қайырып жіберейік» деді Нуа ата қолын жайып. «Дастарханымыз берекелі болсын, үйлеріміз мерекеге толсын, өміріміз мәнді, киімдеріміз сәнді, шоколадымыз әрқашан тәтті, сапаларыңыз тәтті болсын». «Әумин». Ас қайырған соң бәрі үстел басына тұра бастайды. Артынша Нуа ата бір дуа оқып жатқандай болады. «Эрби» деген соңғы сөзі ғана құлаққа шалынады. Күтпеген жерден үстелдегі ыдыстар өздігімен жоғары көтеріліп ас үйге қарай ұша жөнелді. Қасықшаншыларды жиналып ұшып кетеді. Екі қонақ көз ілмей қарап қалады. Бұны байқаған Рауза: «Күнде бұлай істей бермейді. Уақыт тығыз болған соң ғой. Негізі дастарханды өз қолымен жинаған дұрыс екен. Ол тәрбие» дейді атам. «Онда терең мағына жатыр» дейді. Біздің жақта бәрін қолмен істеймін. Аружан әпкеміз айтатын: әр әрекет бізді көтереді немесе төмендетеді деп. Сол себептен екен ғой. Алайда асығыс болғанда арқуамен жасай салу күшті болатын еді» деп Элия дауысымен төмендетіп сөзін жалғастырды. «Сен сол арқуаны білетін шығарсың?» «Иә, білем». «Онда маған үйретсең» деп Элия енді сыбырлап жатты. «Қыздар, не деп сыбырласып жатырсыңдар?» деді. Бағанадан бері екеуінің әңгімесі дұрыс ести алмай жатқан Рауза оған жалт бұрылып: «Жай әншейін қыздардың әңгімесі» деді. Элияның құлағына бір нәрсе сыбырлап айта бастады. Элияның түрі мәз, езуі ыржиып, зейін қойып тыңдап жатыр. Өзін қолайсыз сезініп қалған Райл: «Қойыңдаршы енді, бұлай істеу дұрыс емес» деді. «Жарайды, кеттік сыртқа. Кешке дейін серуендеп қайтайық» деді Рауза. Олар далаға шығып орман жаққа қарай жүре кетті. Олар орманға енді жете бергенде алдарынан бір жас бала шыға келді. «Қайда бара жатырсыңдар?» деді ол даусын көтеріп. «Біз орманға бара жатырмыз» деді Элия жайбарақат дауыспен. «Бақылаңдар, жолда адамға кездестіріп қалмаңдар. 2 адам баласы жүр дейді осы өңірде». Бұл жерде жас шокидің ой-өрісі мінезінен ақ көрініп тұрды. «Кездестірсек не болады?» Райл ештеңе түсінбегендей: «Айтпақшы, сәлем, мен Элия». «Сәлем, кім боласың, қайдан келе жатырсың?» деді Элия жалаушадан демін басқасын келіп. «Менің есімім Мелдес».
мына таудың артындағы қаладан боламын. Көзім нашар көреді. Шипа іздеп нуа тағы бара жатырмын дейді әңгімесін жалғастырып. Ол адамдар өте қауіпті қарақшылар екен. Олар ащы сөйлеп, ашулары қатты болады екен. Жолда келісіргендерді тонайды екен. Оны кім айтты саған? Деді Рауза ашумен. Мен тұрған қалада халық осылай айтып жатыр. Қаладағы кейбір жерлерде осындай мәлімет жазылған. Демек дұрыс. Әр жазылған немесе айтылған нәрсе дұрыс па сонда? Деді Элия байсалды екпінмен. Сол екі адамның қарақшылар жасағаны көргендер бар ма? Деді Райл. Оның даусында әлі ашу сезіліп тұрды. Жоқ, куәгерлер жоқ, бірақ ешкім көрмесе ол нәрсе жалған деп айтылмаймыз ғой, деді жолаушы бала ойын түйіп. Жел болмаса шөптің басы қимыламайды деген сөз бар, деп мақалын тағы да қосты. Айтқанына қатты риза екенін түрінен ақ көрініп тұрды. Дәлел жоқ қой, ал жалған болса ше, онда жала жапқан болса, деді Аргуан қызы. Деген дыбыстар шығарады Елдес. Сол сәтте Райл білдіртпей көлдің жағасына таяқшамен бір нәрсе жазуға кіріседі. Жазып болған соң қастарына келіп, қараңдар, анау жерде не жазылып тұрғанын, деп айқай салды. Ары жүгіріп келіп, Елдес өтірік айтады деген жазу көреді. Райл дауыстап оқиды. Елдес өтірік айтады. Ильяда Елдес өтірік айтады. Рауза Елдес өтірік айтады. Елдестің түрі бұзылып, бұл жалған, дұрыс емес, деді. Неге дұрыс емес? Жазылып тұр ғой, деді Райл түк болмағандай. Я, оған қоса біз де оқып айттық қой, деді әпкесі. Елдес не айтарын білмей құлағы түйіліп үндемей қалды. Элия осы кезде Елдес әр айтылғанға сене бермеу керек. Әр адамда ақыл бар ғой. Адамдар ешқандай ондай зұлымдыққа жасамаған. Олардың табиғатында жоқ қой. Өйткені олар шоколад жеп өседі, деді. Я, дұрыс айтасың, деді. Қоя берді Елдес. Ол ыңғайсызданып бағанағы керіп тұрған кеудесін түсірді. Тәтті жеп өскен адам, яғни таза қоректенген адам олай жасай алмайды. Адамның мағынасы сол жерден келмейді ме? Елдес одан сайын басын жерге салбыратып, көзін төмен түсіре қойды. Ұяты бар жігіт екен. Тіпті ондай зұлымдықты жасаған жан өзін адаммын деп айтса, ол адам емес. Адамның атын қолдаған төзімдік болуы мүмкін. Өйткені адам деген ондай жасамайды, деді Райл. Бағанағы көкіректі жолаушының даусы бірден өзгеріп кетті. Шынында да қалай мен алданып қалғанмын? Адам деген ондайға бармайды ғой. Адам болу үшін адамгершілігі болу керек. Бұл төзімдіктер ісі болу керек, деді Элдес кінәлі даусымен. Мен қалай тез бұл өсектерге сеніп қалғанын түсінбей қалдым. Бәлкім өзіме ыңғайлы болған соң ба жасаған ақымақтық ісі. Ештеңе етпейді, Елдес. Ең маңыздысы қатеңді түсіндім, деді Аргуан қызы Елдесті жұбатып. Жарайды, оқасы жоқ, кез келген пенде қателесуі мүмкін, деп Элия жан ашып кетті. Олар Елдеспен қоштасып, орманнан отын жинауға кіріседі. Туғанның көмегінсіз өз қолдарымен терлеп тепшіп жинап жатты. Бұл еңбек оларға ерекше рухани ләззат берді. Денсаулықтарына да пайдалы болды. Осылай уақытты зымырап өтіп кеш болады. Шаршы күн өз ұясына кіруге дайындалып жатты. Оның күші азаяды. Бір күні бойы энергияны шуақ ретінде шашып тұрды. Қаншама тірлік иесіне алтын шуағын жеткізіп береміне күш берді. Уақыты келгенде оның да энергиясы бітпек, шексіз емес.